Контент түрлері. Біздегі стористе, пост форматта болсын, барлық жерде берілетін ақпараттың барлығы контентке жатады. Контенттің жалпы түрлері болады, форматы болады. Енді түрлеріне келетін болсақ, бізде эксперттік контент болады, сатылымдық контент болады, личностный, яғни өзіміздің жеке құндылықтарымызды көрсететін контент болады, және де охват жинайтын контенттің түрлері болады. Экспертный контенттер сіздің эксперттілігіңізді ашады, ол жерде сіздің білімділігіңізді көрсетеді, нәтижелеріңізді көрсетеді, адамдардың сенімін тудырады, және де подписка сізге көбірек келеді. Мысалы, эксперттілік обучающий видеолар, ақпараттық видеоларды көрсеңіз, сіз ол жерден подписка жасайсыз, қандай да бір ақпаратты пайдалану үшін, болмаса пайдалы болғаны үшін подписка жасайсыз. Және де бұл эксперттік контентте продажада жақсы жүретін болады. Келесі бізде жеке, личный контент. Бұл жерде біз өзіміздің құндылығымызды, өзіміз туралы, аудиториямыздың қызығушылығын ұстап тұра аламыз дәл осы контент арқылы, және де сатып алу конверсиясын үлкейтетін боламыз. Бұл біздің аудиториямен жылы қарым-қатынас орнатуға әсер береді. Тек қана ақылды, экспертный болып видео сала берсеңіз, Википедия ғана бола берсеңіз, адамдар қызықпай кетеді. Потому что бір моментте тоже жалған. Адамнан алғаннан кейін бұл жерде личный контент о себе салынған дұрыс. Тіпті о себе контенттерді көпке таныс әңгімелермен, көпке таныс ситуация, оқиғалармен әкелетін болсаңыз, тіпті сіздің нишаңызды кеңейте түсесіз. Аудиторияңызды үлкейтіп алып, соның ішінен воронка арқылы өзіңіздің аудиторияңызды жинайтын боласыз. Келесі бізде жаңағы айтып кеткен охватный контент. Бұл жерде көбірек охват көтересіз, ол развлекательный контенттер болады, может бір қоғамдық социальный роликтер болады, үлкен тақырыптарды қозғалады. Бұл сіздерге көбірек просмотр келеді. Алайда подписка және сатылып алу өте аз болады. Бұл бізде охват көтеру үшін пайдалы контент. Негізі бұны да өз ретінде салып отырғандарыңыз да өте жақсы. Келесі бұл сатылымдық алып келетін контент. Яғни бұл жерде нақты сатасыздар. Өздеріңіздің өнімдеріңіздің, курстарыңыздың құндылықтарын, кімдерге арналғанын нақты жеткізу арқылы сатасыздар. Және де просмотр, сатылым кезінде бізде төмен түседі, охваты да төмен түседі. Бірақ бұл жерде сатып алу мүмкіндігі жоғарылайды. Егер де сіз эксперт болсаңыз, жалпы контентте көп цифрға мән бермегеніңіз дұрыс болады. Себебі цифрдан қарағанда бізге нақты сапалы аудитория, яғни сатып алатын аудитория болуы маңызды. Негізі сататын экспертный контенттерде просмотрдың аз болуы бұл норм болып есептеледі.